қас қаққанша, сонда өлімнің бәрі көмілмей жатыр ма? Соның бәрі көміліп жатыр. Оның бәрі өтірік оттаған сөз емес. Енді ол табиғат деген табиғат. Бұрын сондай болған екен. Біз келгелі де бір-екі рет болды. Қалың қар түсті, қар басты. Бірақ сонда жан етіп жатыр қалың халық. Ал мен өзім мал шаруашылығымен шұғылданып жатырмын. 2000 гектар жерім бар әзір. Сол Вәлихан ауылында. Бұрын ол аудан болған жер екен, район болған. Әзіргі Вәлихан аудан емес, менікі бұрынғы көне Вәлихан дейді. Көне Вәлихан деген бұрын көне район болған жер, әзір аудан болған. Ол әзір ауыл гәне. Құрып жоғалған, бірдің бүйірі бүлдіріп, шағып, қиратып, бәрін тасып кеткен. Сол жерде отырмын. Сонда мен өзім гәне, кемпіріміз екеуміз бар. Сонда бірер мың қойды ұстап отырмын мен. Бірер көмекшімен гәне. Сонда сондай қыс ауыр анамына дейді. Енді мен өз малым, Аллаға шүкір, нақ көп тұрса 2 ай қолда тұрады. Қалған уақыт бүтін далада. Енді 2 айда артық айтып отырмын мен. Әйтпесе міне қолға тұрғалы 2 аптадай болды. Осымен ауа райы бұзылып 2 аптадай болды. Қарлы боран шашын болып жатыр. Соныменен сол 2 аптадай болды. Әйтпесе ұланғысы қар теуіп далада жатқан мал. Додағып теуіп ұстап. Осы күнде сол мал ұстап, мал шаруашылығымен шұғылданамын мен. Міне содан бері, 2006-дан бері мен енді сол ана Бурабай жағында отырдым. Енді одан қайтып көшіп осымына Біржансал ауданы Вәлихан ауылына келдім. 2013 жылы келдім. Осы жағына. Содан бері осы жердемін. Сонда қардың астында